Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? 8-ші сынып алгебра 1-90 арналған тжб жұмысы. Және мынандай бір тжб жұмысын орындап көрейік. Екінші нұсқасы. Және осы каналда осы тжб жұмысының бірінші нұсқасы да бар. Екінші нұсқасында бізде 8 есеп берілген екен. Соның әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Екінші нұсқаның бірінші есебінде сандар тізбегі берілген. Нақты сандардың ішінен иррационал сандарды атаңыз деген. Енді анықтама бойынша бізде шектеусіз, периодсыз ондық бөлшектерді иррационал сандар деп атайды деген анықтама бар оқулықта. Соны қолданайық. Бұл жерден д жауабы дұрыс болады. Өйткені пи саны бізде иррационал санға жатады, және түбірасы 29. Енді мысалға мына жерде түбірасы 25-тен 5 шығып кетеді. Сондықтан бұл иррационал сан бола алмайды. Түбірасы 29 болғанмен. Мұнда асында бізде бір периодында 3 саны да болмайды. Түбірасы 25-тен 5 шығып кетеді. Және мына жерде 13-тен 3 бізде рационал сан. Сонымен бұл жерде бізде д жауабы болады. Екінші есебінде түбірасты 5 саны төмендегі сан аралықтарының қайсысына тиісті. Енді ол үшін біз түбірасты 5-ті жоқ шамамен түбірастан шығаруымыз керек, немесе мына тұрған аралықтағы екі шетіндегі сандардың квадраттарының арасында 5 саны болу керек. Енді мына жерде байқасақ бізде 2,1 мен 2,5-тің арасында жатады ол. Өйткені калькулятормен тексере салсақ болады. 2,1-дің көбейту 2,1 квадраты 4,44. Және екінші шетінде 2,5 көбейту 2,5 ол бізде 6,25. Осы аралыққа тиісті демек түбірасты 5 саны. Үшінші есеп, есептеңіз. Жалғастыра берейін. Және 250-ді біз 25 көбейту 10 деп жазсақ болады. Және 90-ды біз 9 көбейту 10 деп жазсақ болады. 25-тен 5 шығады. 2 10-нан бізде 1 10 шығады. Және 9-дан бізде түбірасынан 3 шығады. Және 3 5 15, 10 10-ға көбейтсек 150. Сонымен үшінші есептің жауабы бізде 150 болды. Төртінші есеп, сандарды салыстырыңыз. Сандарды салыстыру үшін біз алдындағы тұрған сандарды квадраттап түбірастына кіргізейік. 8 түбірасты 300 дегеніміз бізде 8-дің квадраты көбейту 300. 8 64. 300-ге көбейтеміз. Ойша көбейтейік. 2-ні тіркей саламыз. 4 12. Бір ойда 18, ойдағымен 19 192. Және 2-ні тіркейміз. Демек 19200 болды. Келесі 5 түбірасты 200-ді дәл солай 5-ті квадраттап түбірастын кіргізейік. 5 5 25 көбейту 200. 2-ні 25-ке көбейтсек 50, кейін 2-ні тіркей саламыз. Сонымен байқасақ, бізде
19200 5000'dan үлкен. Демек бізде 8 түбір асты 300 үлкен болады. 5 түбір астында 200-ден. Енді бұл есепті басқаша да шығаруға болады. 300-ден 3 көбейту 100 деп 100-ден 10-ды алдына шығарып берсек болады. Мұнда да 100-ден алдына шығарып беріп, солай да салыстырсақ болады. Бірақ енді көбінесе осы түбір астына кіргізіп салыстырған тиімді негізі. Алдында сан болса, квадраттап түбір астындағы санға көбейтіп, солай салыстырған тиімді деп ойлаймын өз басым. Сонымен келесі 5-ші есеп, бөлшек бөлімін иррационалдықтан арылтыңыз. 7-ші сыныпта мынандай формула бар еді бізде. А минус Б көбейту А плюс Б. А квадрат минус Б квадратты береді. Бұл жерде квадраттаған кезде біз 18-ді түбір астынан шығарамыз. Демек, бөлшектің бөліміндегі өрнектің түйіндесіне көбейтеміз. Түйіндес дегеніміз қарама-қарсы таңбамен аламыз. Мына жерде плюс болса минус қалып. Бөлшектің негізгі қасиетін пайдаланып, бөлшектің алымында бөлімде бірдей санға көбейтуге болады. Мұнда демек 5 минус түбір асты 18-ге көбейтеміз. Сол кезде біз түбірден құтыламыз. Және 21-ді де 5 минус түбір асты 18-ге көбейтеміз. Сонымен бөлшектің бөлімінде 5 квадрат минус түбір асты 18-дің квадраты болады. Алымын өзім көшіріп жазайық. Алымын көшіріп жазайық. Мұнда 5-дің квадраты 25, және түбір асты 18-дің квадраты 18-ге тең болады. Түбірмен квадрат жойылады. 25-тен 18-ді азайтсақ 7 қалады. Жетімен 21-ді қысқартып берсек болады. 7-ге 7-ге бөлсек 1, 21-ді 7-ге бөлсек 3 қалады. Демек есептің жауабы 3 көбейтілген жақша ішінде 5 минус түбір асты 18 болады. Осы бізде 5-ші есептің жауабы. Мына жерде көбейту бар, негізі, бірақ жазбаса да болады. 6-ші есеп, өзендегі көпірдің биіктігі түбір асты 15 метр. Осы көпірдің астынан биіктігі су деңгейінен 3,2 метр болатын өзен кемесі өте ала ма? Ол үшін біз 3,2-ні түбір астына кіргізейік квадраттап. Сонымен квадраттайық. 3,2 көбейту 3,2. 10,124 екен. Енді түбір асты 15 пен түбір асты 10,124-ті салыстыратын болсақ, бізде түбір асты 15 үлкен. Демек, көпірдің биіктігі үлкен болып тұр. Демек, кеме көпірдің астынан өтеді. Жауабын жазайық. Егер мұнда үлкен сан шығып кеткенде, түбір асты 15-тен онда өтпейді деп жауап беретін едік.
Жетіншісі өрнекті ықшамдаңыз. Сонымен ықшамдау үшін біз жалғастыра берейін. Мұнда түбір асты y-ті жақша алдына шығарып жіберейік ортақ көбейткішті. Сонда жақша ішінде x минус y қалады. Жақшаның өзін жаза берейік әзірше. Мұнда біз ортақ бөлім берсек те болады негізінде. Ортақ бөлім осы екі өрнектің көбейтіндісі болады. Солай шығарсақ та болады, немесе x минус y-ті көбейткіштерге жіктеп шығарсақ та болады. Болмаса солай істей салайық, онда мұнда жерде ортақ бөлім берейік. Бөлімі онда жақшасы жазайық. Түбір асты x-ті көбейтеміз демек. Екінші бөлшектің бөліміне. Түбір асты x минус түбір асты y-қа. Және мұнда плюс. Мұнда да түбір асты x-ті демек. Көбейтеміз бірінші жақшаның бөліміне. Түбір асты x плюс түбір асты y. Бөлімі осы екі өрнектің бөлімдерінің көбейтіндісі болады. Бірінші бөлшектің өзін жаза берейік әзірше. Болмаса көбейте салайық. Болмаса жаза берейік әзірше, қысқартады екенбіз. Алымды ашып жіберейік. Түбір асты x-ті біз түбір асты x-қа көбейтетін болсақ, ол бізде x-ті береді. Ал минус түбір асты x-ті түбір асты y-қа көбейтсек, минус түбір астында x, y болады. Мұнда плюс түбір асты x-ті түбір асты x-қа көбейтсек, x-тің өзі болады, түбір жойылады. Мұнда плюс түбір асты x, y болады. Мұнда алдыңғы есепті айтқандай екі өрнектің қосындысын айырымына көбейткенде бірінші өрнектің квадраты минус екінші өрнектің квадраты болады. Алымында минус түбір астында x, y пен плюс түбір асты x, y қысқарып кетеді. Модульдары тең, таңбалар қарама қарсы. Мұнда бізде бөлімінде x минус y болады. Түбір мен квадраттар жойылады. Жояды бір-бірін. Мұнда x-қа x-ті қоссақ 2x болады. Сонда x минус y пен x минус y қысқартсақ болады. 2 мен 2-ні де қысқартып жіберсек болады. Бір қалды, мұнда да бір қалды, бір қалды. Бөлшектің бөлімінде бір қалды. Бөлшектің сызығы басқаша бөлу деген сөз.
санды 1-ге бөлсек сан өз шығады. Демек, алымдарын көбейтіп жаза салсақ болады. Сонда бізде x көбейту түбір асты y. Осы бізде 7-ші есептің жауабы болады. 8-ші есеп y-тен түбір асты x функциясы берілген. Және a, b, c нүктелері координаталармен берілген. Нүктелер функцияға тиісті ме? Осы сұрағын жауап берейік бірінші. Сонымен a нүктесін алайық. 63-те координатасы 3 көбейтілген түбір асты 7. Мұнда біз x-тің орнына 63-ті қойғанда y шығатын болса, y екінші координатасы, онда бұл нүкте тиісті болады. Сонымен x тең 63 дейтін болсақ, y-ді есептеп көрейік. Негізі ойша да есептесек болады. Бірақ түсінікті болу үшін мен жаза берейін. Сонымен x-тің орнына мұнда функцияға апарып 63-ті қоямыз. 63 дегеніміз бізде 9 көбейту 7. 9-дан біз 3-ті алдына шығарып жіберсек болады. 3 көбейту түбір асты 7 болады. Сонда бізде екінші координатасы шықты. Демек, бұл нүкте берілген функцияға тиісті. Тиісті деп жазайық. Келесі екінші b нүктесі 49-да минус 7. Енді бұл жерде біз бірдестен тиісті емес деп айтсақ болады, өйткені түбір асты 49-дан 7 шығады, ол минус 7-ге тең емес. Тиісті емес. Және келесі бізде с нүктесі. Мұнда есептесек болады, бізде x тең 49 дейтін болсақ, y тең болады. Түбір асты 49, бұл бізде 7. Және 7 тең емес бізде минус 7-ге. Сондықтан бұл бізде тиісті емес болды. Келесі бізде с нүктесі 0,9, 0,13 координатасымен. Сонымен біз x тең 0,9 деп y есептейік. Түбір астынан 0,9. 0,13-тің квадраты 0,9 болғандықтан бұдан 0,13 шығады. Демек, бұл нүкте бізде тиісті. Келесі b-сына жауап берейік. Егер деген x тиісті болса, 0 мен 25 аралығына 0 мен 25-ті қоса алғандағы. Осыдан біз берілген функция қандай мәндерге ие болады. Демек, y қандай мәндерге ие болатынын табуымыз керек. Осы біз x тонна 0-ді және 25-ті қойып есептеп тапсақ болады. Сонымен x тең 0 деп есептейік. Y бізде тең болады, түбір астында 0 болса, бұл 0, 0-ден 0 шығады. Келесі бізде x тең 25 дейміз. Y есептейміз. 25-тен бізде 5 шығады. Демек, бұл бірінші есептің жауабы бізде y тиісті болады. Демек, 0 мен 5 аралығы 0 мен 5-ті қоса алғандағы аралық болады. Демек, келесі вс. Бұл да бізде керісінше y берілген. Аралықпен 9-дан 17-ге дейінгі. Бұл да аргументтің мәнін табамыз. Демек, y-ге біз 9 деп береміз бірінші. X-ті табамыз. Y-дің орнына апарып 9-ды қоямыз. Түбір астында x тең болып тұр 9. Енді x табу үшін, түбірден құтылу үшін екі жағын квадраттаймыз. Мұнда x болады, демек 9, 9, 81. Келесі бізде y тең 17 дейміз. X-ті табамыз. Сонымен түбір астында x тең болып тұр 17-ге. Екі жағын квадраттаймыз. Сонда x тең болады бізде
17 көбейту 17 деп есептей салайық. 17 көбейту 17 289. Демек бізде x тиісті болады 81-ден 289-ға дейінгі аралық, 81 мен 289 қоса алғандағы. Сонымен мынау b-сының жауабы, мынау бізде v-сының жауабы болып тұр. Яғни А, Б-сы нүктелерінің қайсысы тиісті, қайсысы тиісті емес екеніне де жауап бердік. Сонымен берілген 8 есепті шығардық. Және мынандай бір логикалық есептің шешімін тауып көріңіздер. Сіріңкеш планмен жасалған бір шырпыны жылжыту арқылы теңдікті дұрыстау керек. Теңдіктің сол жағында 5 қос 11 16, оң жағында 9 дұрыс емес. Бір шырпыны жылжыту арқылы теңдікті дұрыстауға болады. Шешімін комментарийға жазып кетіңіздер. Немесе осындай логикалық есептердің шешімін білгілеріңіз келсе, екінші логика басқартқыш каналға қосылсаңыздар болады. Описанияда сілтемесі бар. Сонымен есептерді шығарып болдық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызға да таратып жіберіңіздер. Сау болыңыздар.